Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақ 80-ші сабақ. Өзеннің пайдасы. Өзен. Таулардан өзен ағар сарқыраған, айнадай сәуле беріп жарқыраған. Жел соқса ыстық, соқса бір қалыпта, аралап тау мен тасты арқыраған. Таулардан сарқырап өзен ағады екен. Ол өзен айна сияқты сәуле беріп жарқырайды екен. Егер жел болса, ыстық болса, сол өзен бір қалыпта тұра береді екен. Бұл өзен тау мен тасты аралап ағады. Көңілің суын ішсең ашылады, денеңнен бар дертіңді қашырады. Бұл өзеннің суын ішсең, көңілің көтеріледі екен. Денеңдегі бүкіл ауруды кетіреді екен. Өксіген оттай жанған жануарлар өзеннен рахат тауып басылады. Қатты ыстықтаған жануарлар өзенге келіп су ішіп шөлдерін қандырады екен, рахаттанады екен. Яғни балалар, мына суретте көріп тұрғандарыңыздағыдай елік пен лағы екеуі келіп шөлдерін басып қуанып, мына табиғат анаға, өзенге рахметтерін айтып тұр. Қынарда тілсіз тұрған тоғайлары шуылдап желмен бірге бас ұрады. Яғни өзеннің жағасында өскен ағаштар, тоғайлар желмен бірге шуылдап, сыбдырлап тұр екен. 10 мың мал айдап өтсең лай қалмайды, тасыса су бармаған сай қалмайды. Тасыған өзен судың қуатымен көк шалғын шөп бітпеген жай қалмайды. Бұл өзеннің үстінен 10 мың мал айдап өтсең де тап-таза болып тұра береді екен. Егер өзен тасыса, бүкіл сай салаларды, тау тастарды жуып шығады екен. Яғни өзен суы барлық жерге ағылады екен. Өзен тасыған кезде сол күшпен көк шалғын шөптер де бір орында тұрмайды екен. Ел қыстап күн көреді жанабында, дәм болар алуан-алуан балығында. Өзеннің маңайында, яғни жан-жағында адамдар қыстайды екен. Қыстауға ертеде адамдар, яғни өзіміздің қазақтар, қараша үйде тігіп, көшіп қонып жүре береді екен. Сол қыстауда олар өзеннің қасына күн көруге келеді екен. Яғни су бар жерде тіршілік бар емес пе? Адамдар 4 түлік малдарын өсіреді. Оларға су керек. Сол үшін адамдарға өзеннің жанында тұрған ыңғайлы. Және адамдар өзеннің балығын аулап, тамақ қылады екен. Өзенде түрлі балықтар бар екен. Тас-таста алтын тастасынам аққа, сонда да аққан өзен қалыбында. Егер өзенді сынап көремін деп, өзенге тас тастасаң да, алтын тастасаң да, өзен ешқандай өзгермей сол күйі тап-таза болып аға береді екен. Оқушылар, сіздерге өзен өлеңі түсінікті болды ма? Қандай әсер алдыңыздар? Комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. Сабақ ұнаса, суретті әдебиет каналына тіркеліп, достарымызды шақырайық. Оқушылар, таудың бөктеріндегі өзенге барып келгілеріңіз келе ме? Әрине, иә. Ендеше бірер минут көзімізді жұмып, мына таңғажайып табиғатты тыңдап көрейік.